Баршаңызға Алланың сәлемі, рахымы мен берекесі болсын. Алла тағалаға сансыз мақтаулар айтып, сүйікті пайғамбарымызға сәлем мен салауаттар жолдаймыз. Бүгінгі видеода біз Ережеп айының ерекшеліктері және мұсылмандар үшін маңызы туралы сөз қозғамақпыз. Бұл ақпараттар сізге пайдалы болып, рухани өміріңізді байытуға септігін тигізсін. Қасиетті Құранда Алланың көктер мен жерді жаратқан күні жазған үкімі, орнатқан заңдылығы бойынша айлардың саны 12, олардың 4-еуі харам айлар. Міне, адамзаттың игілігі үшін ең дұрыс әрі мінсіз жүйе осы. Ендеше бұл айларда, яғни қасиетті айларды құрмет тұтпай немесе орнын ауыстыру арқылы өз-өздеріне қиянат жасамаңдар делінген. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, осы айларға ерекше көңіл бөлетін, оны қалай өткізу керектігі жөнінде сахабаларға кеңес айтып отыратын. Сондай-ақ Ережеп айы басталған кезде, «Уа, Алла! Ережеп және Шағбан айларында бізге береке бер, бізді Рамазан айына жеткізе көр», деп дұға оқитын. Ережеп айының мұсылмандар үшін орны бөлек. Оның 7 себебіне тоқталсақ. Бірінші себеп, ражаб сөзі ұлықтау, құрметтеу деген мағынаны білдіреді. Араб халқы ислам діні келмей тұрып бұл айды ерекше қадірлеген. Тіпті осы уақытта жылдап жалғасып келе жатқан соғыстар, араздықтар тоқтаған. Ережеп айы Алла тағаланың соғысуға, қан төгуге тыйым салған айларының бірі. Екінші себеп, Ережеп айында елеулі тарихи оқиғалар өткен. Мысалы, жер бетін су басқанда Нұх пайғамбар кемеге мінген. Мұхаммед пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын алғашқы уахи түсе бастаған. Миғражға, көкке көтерілген. Үшінші себеп, Ережеп берекелі әрі ұлық ай. Ондағы аз ғана ізгі іске көптеген сауаптар беріледі, құлшылықтар мен дұғалар қабыл болады. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай деген. 5 түн бар, онда дұғалар кері қайтарылмайды. Олар Ережеп айының алғашқы түні, Шағбан айының жартысындағы түн, жұма түні, ораза және құрбан айт түндері. Ережеп айының мұсылмандар үшін орны бөлек болуының 4-ші себебі, Алла елшісі Ережеп айында көп истиғфар айтуға, кешірім тілеуге үндеген. Бұл адамның жүрегін тазартуға, өткен қателіктеріне тәубе етуге үлкен мүмкіндік. Сондай-ақ истиғфар айту мұсылманның рухани тыныштығын арттырып, Алланың мейіріміне жақындатады. Ережеп айының 5-ші ерекшелігі, бір адам пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын келіп, біз жахилиятта Ережеп айында осы айдың құрметіне құрбан шалатын едік. Енді бізге не бұйырасыз? Деп сұрады. Алла елшісі, Алланың жолында қайсы айда болса да құрбандық шала беріңдер. Алла үшін жақсылық жасаңдар. Тамақтандырыңдар деді. Сондықтан бұл айда қайырымдылық істермен де айналысуды ұмытпаған жөн. 6-шы себеп. Алла елшісі Ережеп айында ораза тұтатын. Жәннатта су сүттен ақ, балдан тәтті және мұздан салқын бір жұмақ өзен бар. Ол Ережеп деп аталады. Бұл мөлдір бұлақтан тек Ережеп айында ораза ұстағандар ғана ішеді. Алайда бұл айда ораза тұту, тұтпау әркімнің өз еркі болуы тиіс. Ережеп айының мұсылмандар үшін орны бөлік болуының 7-ші себебі. Ережеп желге, Шағбан бұлтқа, Рамазан жаңбырға ұқсайды. Ережеп айында дән егілмесе, Шағбан айында суарылмаса, Рамазан айында одан қандай егін күтуге болады. Сол себепті бұл айды барынша пайдалы өткізіп, ғибадат жасап, дұға етіп, араздасқандар бір-бірімен жарасып татуласу керек. Қысқасы, Рамазан айына деген рухани дайындықты осы айдан бастаған ұтымды болмақ. Видеомызды жалғастырмас бұрын, маңызды хабарландыру. Қадірлі де құрметті көрермендер. Ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине, бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға.
Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Ережеп айының барша мұсылмандар үшін орны бөлек. Алланың айы саналатын Ережеп айында қайырымды істерді атқарып, нәпіл және түнгі құлшылықтарды көптеп жасасақ, сауабының да молырақ болары сөзсіз. Алладан шын кешірім сұрап, тәубесіне келген пенденің дұға тілектері мен құлшылықтарын қабыл етеді. Ережеп ең ұлық ай. Өйткені бұл Алланың айы. Оған дәлел пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір хадисінде былай келеді: Ережеп Алла тағаланың айы. Шағбан менің айым, Рамазан үмбетімнің айы. Көптеген ислам ғұламалары бұл қасиетті айларды былайша жіктеген: Ережеп құрмет айы, Шағбан қызмет айы, Рамазан нығмет айы. Немесе Ережеп ғибадат, Шағбан тақуалық, Рамазан осы екеуінің жемісін арттыратын ай. Немесе Ережеп егін салу, Шағбан суғару, Рамазан ору және тағы да басқа. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтады: кімде-кім қасиетті айларда, бұлар Зулқағда, Зулхижжа, Мұхаррам және Ережеп 3 күннен ораза ұстаса, амал дәптеріне 900 жылдық ғибадаттың сауабы жазылады. Хадисті риуаят еткен сахаба бұл хадис жайлы: егер осы хадисті пайғамбарымыздың аузынан естімеген болсам, керең болайын деген екен. Пайғамбардың бұл сөзі Ережеп айын құлшылықпен өткізген пендесіне Алланың жақсылығы мол келетіндігін байқатуда. Осы айда ұстаған нәпіл оразаның сауабының көптігі жайындағы хадисте: шындығында жәннатта бір өзен бар. Оны Ережеп деп атайды. Оның суы сүттен ақ, балдан тәтті. Кімде-кім Ережеп айында бір күн ораза ұстаса, Алла тағала ол пендесіне осы өзеннің суын ішкізіп, дәмін татқызады делінген. Алла елшісі тағы бір хадисте: мені мұқият тыңдаңдар. Ережеп адамдардың ұрыс-керіске араласпай тыныш, бейбіт жүретін Алланың айы болып табылады. Кімде-кім жүрегімен сеніп және шын пейілмен маңыз беріп, Ережеп айында бір күн ораза ұстаса, ұлы Алланың ризалығына бөленеді деп айтқан. Қорыта айтқанда, хақ елшісінің өзі Ережеп, Шағбан, Мұхаррам, Шәуәл айларында ауыз бекітіп, руханиятқа ерекше көңіл бөлген. Ережеп айының жұлдызы туғанда, парасат падишасы, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, уа ұлы жаратушы. Ережеп пен Шағбан айларын берекелі ете көр. Бізді қасиетті Рамазанға аман есен жеткізгейсің деп дұға жасаған. Сондай-ақ Алла елшісі Ережеп пен Шағбан ұдайы ауыз бекітіп, нәпіл ғибадаттарды молынан атқарған. Ақиқаттың ақжал толқыны сахабалар да осы мезгілде бір ерекше қарқынмен құлшылық жасайтын. Парызбен қоса нәпіл құлшылықтарын орындап, жоқ-жітікке, жетімдер мен кембағалдарға қол ұшын созып көмектесетін. Сол үшін иесі мұсылман жұрағаты мұндай қасиетті айларды құр жібермей, қадір қасиетін бағалап, бейне құлшылықпен ізгілік жасауда жарысқан жандардай күй кешкені жөн. Ережеп айының келуімен алдағы Рамазан айының да лебін сезе түсеміз. Рамазан айына деген рухани дайындығымызды пысықтай түсуде Ережеп айының берері мол. Өйткені Ережеп Алладан келер жақсылықтың бастамасы. Алла елімізге осы айдың берекесін нәсіп етсін. Жұрт тыныш, ел аман, дініміз бүтін, халқымыз аман болғай.